2022 жылы 8 айның 10 күні Шығыс Түркістанда коронавирустың себебіден бүткіл халықты үйіне қамады. Қамағаннан тұп-тура 120 күн қамады. 2022 жылы 12 айның 10 күні әрең дегенде қойы берді. Қойы берген себебі 2022 жылы 11 айның 24-і дәл 3 жылдың алдындағы осы күнінде Үрімші Тенсан райондағы бір қабат үйдің 15-ші қабаттан от кетіп, үйінің сырттан бұл Қытай өкіметі темірмен, құлыппен құлыптап тастап, халықтар үйінен шығамай, сонан кейін отқа қаза болды. Ал енді бүгінгі осы күнде мен айтам, Қытай коммунист, фашистік коммунист осы Шығыс Түркістандағы түрік халықтарына қазақ, өзбек, қырғыз деген осындай халықтарға істеген қылықтарını мәңгі ұмытмайық. Ұрпақтарымызға осы жұмысты айтайық. Ал енді бүгін мен айтпақшы болғаным, 3 жылдың алдында осы күнде қаза болған сол ұйғыр аға бауырларымызға қайғы қылайық, дуа қылайық. Әй жаратқан Алла, осы қазақ, ұйғыр, түрік халықтарына азап әкеліп отырған осы Қытай коммунист, осы Жоңға деген осы мемлекетіні қарғайық. Ол дүнияда жатқан сол кісілер жатқан жері жәннат болсын. Бұл коммунист ертеде құласын. Шығыс Түркістанда жатқан осы аға бауырларымыз ерте бір күн болса да азат болсын. Амин.